Мен жай ғана бір нүкте салайын. Енді бір қызығын қараңыз. Осы нүктеде бізде бір ғана нүктеде шамамен 10 квадриллион атом бар екен. 10 квадриллион атом. Бұл миллион емес, бұл миллиард емес, бұл триллион емес. Квадриллион, 10 квадриллион. Бір ғана нүктеде. Мен 2 нүкте салсам, 3, 4, 5. Мына тақтаға жалпы қанша нүкте сыяды? Менде қаншама атомдар бар? Бүкіл адамдар жер бетіндегі. Енді бүкіл жер беті дейді. Әрбір заттар, әрбір тіршілік иелері барлығында атомдар болатын болса, ойландыратын мынандай мәселе бар. Ойлап көріңіз. Сол әрбір атомды жеке-жекеден әлемнің, анықталған әлемнің бір шетінен екінші бір шетіне дейін әрбіреуін жеке-жеке таситын болса, мына біздің бір адамның болсын, адам демеймін, бір қарапайым тіршілік иесінің болсын, тірі ағзаның пайда болуы бәрібір де жүзеге аспайды екен. Қалайша біз адамдар пайда болып, қалай өліден тірі пайда болып? Осы видеода түсіндіруге тырысам, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз тіршілік иелері өз-өзінен пайда болуы мүмкін бе? Егер пайда болса, олардың ықтималдығы қаншалықты төмен? Үлкен әлемде бізден басқа тіршілік иелері бар ма? Және неге тіршілік иелері болса, олар мүлдем басқаша болу керек? Біз ойлағандай емес. Химия, биология немесе физика арқылы жаратушыны табуға бола ма? Эйнштейн мен кванттық теорияның айырмашылығы не? Неге екі теория бір-бірімен сәйкес келмейді? Және бүкіл әлемнің жаратушысы бар екеніне қандай мысалдар келтірсе болады? Осы видеода көретін боласыздар. Жалпы ғылымда түсіндіретін теориялық гипотеза бар. Теория емес, гипотеза. Гипотеза әрине теориядан да әлсіз болады. Бірінші танымал гипотеза дейік. Абиогенез деген бұл рибонуклеин қышқылы РНК, ақуыз дейміз ғой, белок. Солары бірігіп, РНК репликациясы болып, белок пайда болып, белоктан клетка пайда болуы, былайша айтқанда, клетка шығу керек. Ал клетка деп отырғанымыз жасуша. Яғни клетка жасуша өте қарапайым тірі организм болып саналады. Ғалымдардың түсіндірмесі бойынша сол клетка бөлініп, сосын тіршілік иесі күрделеніп, сосын біз пайда болдық дейді. Екінші бір гипотеза бар, бұл панспермия деп аталады. Панспермия деген бұл дәл абиогенез секілді басқа жерде болады. Мысалы қараңыз, мынау жер планетасы десек, мынау бір басқа планета дейік. Сосын ол планетада абиогенез жүрді, сосын тіршілік пайда болды дейік. Сосын ол қалдық бір астероид метеориттермен жерге келді. Сосын жерге келіп, сол жерде тіршілік қалыптасты. Яғни сол мына басқа жерде абиогенез жүріп, жерге келіп тұр. Яғни бұл гипотеза бізде панспермия деп аталады. Ғылымда барынша түсіндіргісі келеді осы мәселені. Әрине, менде басқа ғылыми дәлелім бар дегенім емес. Мына гипотезалардың өте әлсіз екенін түсіндіргім келеді сіздерге. Өте әлсіз екен. Және мен бұл гипотезаларды қабылдамаймын. Енді бұның барлығын мысалмен түсіндіріп көрейін. Неге өте әлсіз екен? Бұл мысалы белок деп айтайық. Белок бірнеше амин қышқылдарынан тұрады. Тіршілік пайда болу үшін белок керек, бірақ белоктың өзінің құрылу ықтималдығының төмен екенін қараңыз. Оның ықтималдығы 10-ның 164 дәрежесі. Бұл деген өте көп сан. Басқа жерде абиогенез жүріп,